Ең соңғы есеп белгісіз планета шар пішінді және оның орташа тығыздығы 5000 кг бөлінген метр куб. Планетаның радиусын бағалаңыз. G берілген және де шардың көлемінің формасы берілген. Біз массасы тауып алсақ, ол бізде ρ пи ар 4 ρ пи ар куб бөлінген 3 деген формула арқылы табады. Екінші сөйлеуінің де формуласы бар. G(mr) квадрат деген. М дегенге 4 ρ пи ар куб бөлінген 3 дегенді қойсақ. Сонда шығатыны G 4 ρ пи ар куб бөлінген 3-ке. Еще r квадратын қойды. Осы жерден r квадрат қысқарып кетеді. Сонда шығатыны 4 бөлінген 3 G ρ пи ар. Осыдан r-ны өрнектеп алсақ. R тең G бөлінген 3 пи ρ G болады. 5 4 бөлінген 3-ін төбеге жібере салайық. 1-тен 3 4 3-те 14 көбейтілген ρ. ρ-ның мәні бізде 5000 көбейтілген G. 67 минус 11. Сонда бізде шығатын жауап 3-те 57 10-ның 6-шы дәрежедегі метр. Ол бізде 3580 км деген жауапқа сәйкес келген. Ал енді біз көп жауапты сұрақтарға келсек, периоды 0,5 секунд тербелісінің жиілігі дейді. Яғни бізде Т-тен 0,05 дейді. Бізде жиілік неге деп белгіленеді? Оның формуласы 1 бөлінген Т немесе N бөлінген Т болады. Айналуының уақытқа бөлінгені. Бірақ біз 1 бөлінген Т деген формуланы шығара берсек болады. Сонда 1 бөлу 0,05 бізде 20 герцқа тең. 0,02 килогерцқа тең. Сонда бізде дұрыс жауаптар С және G. Келесі есеп. Идеал газды тұрақты қысымда қыздырғанда оның температурасы дельтаты 240 кельвин шамасына, ал көлемі 1,4 есе артады. Газдың массасы тұрақты газдың бастапқы температурасы дейді. Жер Т1 тең В2 бөлінген Т2. 240. Сонда бізде Т2 дегеніміз Т1 плюс 240, ал көлемі 1,4 есе артады дейді. 1,4 В1. Біздің массасы тұрақты газдың бастапқы температурасы Т1-ді табу керек. Т1 плюс 240 көбейтілген В1 бөлінген 1,4 В1. Бірлер қысқарады. Сонда бізде қалатын жауап 1,4 Т1 тең 1 плюс 240. Сонда 0,4 Т1 тең 240-қа Т1 бізде 240 бөлінген 0,4 болады. Сонда шығатын жауап 600 кельвин. Немесе минус 273 327 Цельсий деген жауапқа тең болады. Тізбекте қосылған конденсаторлардың біреуінің сыйымдылығы 5 пикофарад, ал жалпы сыйымдылығы 1 пикофарад болса, екінші конденсатордың сыйымдылығы дейді. Бізде тізбекте қосылған конденсаторлар сыйымдылықтары бізде мынандай формуламен табылады. 1 бөлінген С жалпы тең болады 1 бөлінген Т1 бөлінген С2 және де ары қарай жалғаса береді осылай. 1 бөлінген 1 С1 бізде 5 дейді, екіншісін табу керек С2-ні. Сонда бөлінген С2 деген 1 минус 1 бөлінген 5. 5-ке көбейтсек 5 4 С деген 5 бөлінген 4 немесе 1,25 пикофарад. Пика дегеніміз 10-ның минус 12 дәрежесі.
Сонда бізде жауап 1,25 гигафарад немесе 1,25 оның минус 12 дәрежесіндегі фарад. Дұрыс жауап А мен H. Келесі есеп. Жазып конденсатор әрқайсысының радиусы 10 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежедегі метр. Екі металл пластинкадан тұрады. Олардың арақашықтығы 1 мм, арасындағы оқшау ағыштың диэлектрлік өтімділігі 2,1 болса, электр сыйымдылығы дейді. Біз электр сыйымдылығының формуласы С Е Е0 С бөлінген Д. Осы жерде бізде Е дегеніміз диэлектрлік өтімділік 2,1-ге тең, Е0 8,85, оның минус 12-ге тең. С дегеніміз бізде жазық конденсатор дейді. Жазық конденсатордың формуласы бізде R квадрат болады. R квадрат бөлінген Д. Оның минус 3. Осы жерден есептесек 2,1 8,85 көбейтілген 10-ның минус 12 көбейтілген пи бізде 3,14 көбейтілген R квадрат 1 болады, бөлінген 10-ның минус 3. Шығады жауап 10-ның минус 9, 2,1 көбейтілген 8,85 көбейтілген 3,14 көбейтілген 0,01. 0,58. 584 пикофарад болады. 584 пикофарад. Енді бұл жерде тағы бір жауап сәйкес келеді. 5,184 көбейтілген 10-ның минус 13 дәрежесі деген. Келесі. Оптикалық күші 4 диоптрий линзадан дене өлшемінде шын кескін алу үшін денені жинағыш линзадан орналастыру қашықтығы дейді. Ал бойынша Т тең 1 бөлінген F тең дейміз 1-ге. Бізде фокус аралығы 2F болу керек. Яғни бізде кескін мен дененің арақашықтығы бірдей болу керек. Сонда бізде Т тең 1 бөлінген Т плюс 1 бөлінген Т деп жазып берсем болады. Сонда 4 тең 2 бөлінген Т. Т тең 2 бөлінген 4. 0,5. Бұл дегеніміз бізде 50 сантиметр. 50 сантиметр қашықтықта орналасу керек. Ашық. Дене алғашқы 20 секунд уақыт ішінде 20 метр секунд жылдамдықпен, келесі 20 секунд уақытта 30 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, дененің орташа жылдамдығы. Бізде орташа жылдамдықтың формуласы мынандай бір формула бар. S1 S2 бөлінген 1 Т2 деген сияқты. Сонда бізде S1 дегеніміз V1 Т1 20 көбейтілген 20 100. S2 дегеніміз 20 көбейтілген 30 600. Т1 плюс Т2 дегеніміз 20, екіншісінде 20 болады. Сонда шығатын жауап 1000 бөлінген 40. 4-ке бөлсек, бізде 25 метр секунд деген жауап шығады. 25 метр секунд дегеніміз бізде 90 км сағатына. А және Ж деген жауаптар шығады екен. Келесі сұрақ. Ұзындығы 5 метр көлденең қимасының ауданы 4 см квадрат тросқа салмағы 20 кН жүгірілген тростың абсолют және салыстырмалы деформациясы. Ең алдымен бізге кернеу табылу керек. Ол бізде грек тілінен сигма деген әріппен белгіленеді. Оның формуласы F бөлінген S. F дегеніміз бұл жерде бізде 20 кН бөлінген S бізде 4 см квадрат, оны біз 400 мм квадрат деп жазсақ болады. Осы жерде бізде 50 Ньютон бөлінген метр квадратқа тең. Енді салыстырмалы деформацияны табатын болсақ, бізде сигма бөлінген не болады? Сигма 50 Ньютон бөлінген миллиметр квадрат болса, тең 4 Ньютон бөлінген миллиметр квадрат. Мыналар қысқарады. Сонда қалатын жауап бізде 2,5 оның минус 4. Осы жерде біз абсолют деформацияны табатын болсақ, 2,5 оның минус 4.
белгілеп қояды жоғда. Абсолют деформацияны табатын болсақ, дельта L бізде L-марға тең. Бізде бастапқы ұзындығы 5 көбейтілген 2/5 оның минус 2. Сонда шығатын жауап 1/25 миллиметр деп жазсақ болады. Бізде осы екі жауап F және G. Енді келсек, модулі 5 нанокулон электр зарядын потенциалы 300 вольт болатын нүктеден потенциалы 100 вольт болатын нүктеге орналастыру үшін атқарылатын жұмыс дейді. Бізде А дегеніміз Q деген 5 көбейту нано минус 9 кулон көбейтілген 300-ден 100-ге дейін. Яғни 300 минус 100 200. Сонда шығатын жауап 10 минус 7 10 минус 6 джоуль. Немесе 1 мегаватт джоуль. Келесі когерентті жарық сәулелері қосылғанда интерференцияның максимумын байқалатын фазалар. Бізде максимум байқалатын фазалар бар. Бізде 0, 2π, 4π, 6π деген сияқты. Ал минимум байқалатын фазалар π, 3π, 5π деген сияқты қайталана береді. Сонда бізде бұл жерде жауап 6π болады, 4π болады, 2π болады. Ады. Ал енді соңғы бір есепті шығарып жіберсек. Тыныштық күйдегі радон ядросының альфа бөлшегі 16 дәрежесіндегі метр секунд жылдамдығымен бөлініп шығады. Осы реакция нәтижесінде пайда болған элементтің жылдамдығы дейді. Радон 222 қандай да бір x плюс альфа бөлшегі бұл бізде 4-2 болады. Мына жақта қалатыны 218 не 84. Енді осы жерден біз оның массасын таба аламыз. Енді сол арқылы импульстер сақталу заңы арқылы қазір пайда болатын элементтің жылдамдығын есептейтін боламыз. Бұл x десек, ол бізде m1 2 бөлінген m2 деп белгіленеді. Осы жерден бізде 1/4 218 көбейтілеміз 1/6 оның 7 дәрежесіне. Осы жерден бізде шығатын жауап 1835 жаңағы 4 бөлінген 218 деген көбейтіледі 1/6 бөлінген 7 дәрежесі. Осы жерден шығатын жауап бізде 294 оның 3-ші дәрежесі метр бөлінген секунд. Бізде F жауап тұрыз. Ендеше бүгін біздің нұсқадаудамыз бітті. Қызықты болды деген ойдамын. Келесі кездескенше өздеріңіздің лайк, комментарияларыңызды, пікірлеріңізді астына қалдырып жазып отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.